Ревью бағдарламасы эфирде. Әрі қарай жалғайық. Батырхан Шүкеновтің әндері бұдан бұлай театр сахнасында шырқалады. Маэстро туындыларының желісімен елімізде алғаш рет мюзикл қойылмақ. Ол үшін Ғалымжан Молданазар басқарған Қазылар алқасы арнайы кастингте ұйымдастырған еді. Батырхан Шүкеновтың талай жүректі тебіренткен туындыларының желісімен қойылатын мюзиклға қатысуға ниет білдіргендердің қарасы көп. Таңсәріден оянып, кастингге келген үміттілер арасынан әнші Ксения Сухомазованы байқап қалдық. Если я пройду в кастинге... Қатты қобалжып тұрмын. Кастингтен өтсем де өтпесем де мюзиклдің жақсы шығатынына сенем. Себебі қойылым батырдың әндеріне арналады емес пе? Ал қатысушылардың өнеріне баға беріп, вокалдық қабілетін жіті тексеру Ғалымжан Молданазарға сеніп тапсырылған. Театр ұжымы музыкантты әділ қазылар мүшелігіне арнайы алдырыпты. Біріншіден бұл мюзикл болғаннан кейін ең бірінші вокалдық деңгейін байқадық, тексердік. Және көптеген өте талантты қатысушылар болды. Арасынан дәл қазір 11 адамды таңдап алдық. Дәл осылай алматылық артишоктың бастамасымен қолға алынған туынды еліміздегі Шүкеновке арналған тұңғыш қойылым болмақ. Мақсатымыз Батырханның әуезді әндерін театр сахнасына шығару дейді ұйымдастырушылар. Бұл қойылым ертеден жоспарда бар еді. Туындыда Батырханның биографиясы көрсетілмейді. Драматургияға қазіргі замандағы түрлі өмірлік оқиғалар негіз болады. Ал Батырхан Шүкеновке арналған мюзикл осы жылдың күз маусымында көрерменге жол тартпақ.